Ассалаумағалейкум қазақ елі. Биткоин дегеніміз бұл жаңа заманның жаңа сандық ақшасы деп атауға болады. Бір сөзбен айтқан кезде бұл электрондық түрде ғана интернеттен сатып алуға мүмкіндік бар валюта. Оны адам емес, арнайы компьютерлік бағдарлама арқылы басқарып отырады. Олар математикалық алгоритм жүйесі бойынша жұмыс жасайды. Биткоин валютасының ерекшелігі де осында. Өздеріңіз түсініп отырғандай, бүгінгі видео биткоин туралы болады. Менің есімім Олжас, Инвестказ каналына қош келдіңіздер. Мен өзімнің білген, үйренген ақпаратымды осы каналда сіздермен бірге бөлісіп отырамын. Олай болса, бастаймыз. Сонымен 2008 жылы бүкіл әлемде дағдарыс болып жатқан кезде Сатоши Накамото деген бір адам, немесе бірнеше адам оны кім екенін нақты білмейді, биткоин деген тақырыпта техникалық материалдар жариялайды. Бұл кезде электрондық валюта деген бірінші жүйе әлемге енгізіледі. Осылайша биткоин орталықтандырылмаған, ешкіммен басқарылмайтын криптовалюта ретінде әлемге кіреді. Және ол 2009 жылдан бастап қолданысқа ене бастайды. Биткоин арқылы қазіргі кезде сіздер көптеген нәрсені сатып алуға болады. Доллар, евро, теңге сияқты, кәдімгі валюталар сияқты, онда қазір қолданып жатқан көптеген мекемелер, көптеген мемлекеттер бар. Тіпті кейбір мемлекеттер қазіргі кезде жаңалықтарды қарасаңыздар, сол биткоинді өздерінің стратегиялық тауарларында сол валютаға да байланыстырып отыр. Бұл валютаның неге басқаларына қарағанда бір ерекшелігінің бірі, ол орталықтандырылмаған. Яғни бұл ақшаға ешқандай банктың, мемлекеттің, басқа да бір салалардың, басқа да бір мемлекеттердің құзыры жоқ. Яғни бұл ақша тек сізде ғана, сіздің құзырыңызда ғана болады. Бұл ақшаны кезінде Сатоши Накамото ойлап тапқан кезде электрондық ақша төлеу жүйесі ретінде ойлап тапқан болатын. Және оның негізінде математикалық есептеулер болды. Бұл идеяны ұсынушы Накамото айтуы бойынша ешқандай билік, банк сіздің ақшаңызға қол жеткізе алмайтын бір салдар ретінде, себеп ретінде ойлап тапқан болады. Және тағы да бір ең қызық жайт, бұл валютаны ешқандай банк шығара алмайды. Ешқандай мемлекет бұл валютаны шығара алмайды. Оны басқарып шығара алмайды, соответственно, оны басқара алмайды. Себебі ол цифрлық түрде жасалған. Және оның саны шектеулі. Бар болғаны 21 миллион ғана. Яғни саны шектеулі затқа активтің бағасы үнемі өсіп отырады деген ойменен барлық көптеген миллионерлер осы биткоинді сатып алып жатыр. Қазірден бастап сіздерге ескертіп қояйын. Биткоин ертең болашақта өседі, немесе құлайды, немесе бір басқа жағдай болады, скам болып кете ма, оны сіздерге ешкім гарантия, кепілдік бермейді. Кей адамдар биткоин сатып алып кезінде, мысалға ғана графикке қарайтын болсаңыздар, осы биткоин шыққаннан бастап көтерілген кезінде құлдыраған кездерде болған. Сол кезде біреулер 20%, 30%, 50%-ке дейін өздерінің активтерін жоғалып, ақшаларын жоғалтып, сатып жіберген, минус сатып жіберген көптеген адамдар болды. Сондықтан өздеріңіз ғана бұл активпен қолданбаймын деген ойды өздеріңіз ғана шешулеріңіз керек. Биткоинді қолданудың көптеген артықшылықтары бар. Олардың тәуелділіктері де бар. Бірақ бағана айтып кеткендей, бұл активті көбіне банктердің қолдауы кезінде, инфляция кезінде, басқа да бір тәуекелдіктерден құтқару актив ретінде қарастырады. Мысалға, инфляция көтерілген кезде, банктер құлап жатқан кезде, әлемдік инвесторлар алтынды алып бастайды, басқа да бір құнды активтерді алып бастайды. Сол кезде солардың қатарына қазіргі кезде криптовалюта, яғни биткоин да кіріп отыр. Бұл ақшаның артықшылықтарын жаңа айтып кеттім өздеріңізге. Сонымен қатар биткоиннің өзінің алгоритміне, оның бастапқы жазылған сипаттамасына ешқандай адамдар өзгеріс енгізе алмайды. Және біреулер оны жат жолдан ұрлап кете алмайды. Сондықтан бұл активті, бұл криптовалютаны жоғары санаттағы криптовалюталар қатарына қосады. Бұны енді қайдан сатып аламын дейтін болсаңыздар, ең кең популярны танымалдардың бірі бұл биткоин биржасы арқылы.
тек биткоин биржасы емес, криптовалюталар биржасы деп аталады. Бұл жерде трейдерлар, инвесторлар биткоинді немесе басқа да криптовалюталарды фиат немесе альткоин арқылы сатып алып, сол жерде сатылады, сол жерде сақтауы да мүмкін, әртүрлі транзакциялар жүргізетін биржа. Бұл басқа биржалар сияқты, сол жерде сатып алушы мен сатушының арасындағы делдалдық қызметтерді атқаратын веб-сайт деп атасақ болады. Биржалар дәстүрлі түрде биткоин сатып алу және сату үшін ғана жұмыс жасамайды, сонымен қатар ол жерде әртүрлі транзакцияларды жүргізуге болады. Стейкингқа қоятындар бар, басқа да маржамен жұмыс істейтіндер бар. Бұның барлығы өздеріңіз сараптап аналаған кезде қалай ол жерде сатып алуға болатынын, қалай басқа да процедураларды жүргізуге болатынын YouTube'да көптеген видеолар бар. Соларды қарап шықсаңыздар болады. Бірақ бір ескертіп кететін жағдай, 2022 жылы ең ірі деген биржалардың бірі FTX биржасы құлады. Оның акциялары бір күн ішінде қатты құлдырап, қанша адамдар өздерінің ақшасынан айырылған болатын. Бұл жерде алаяқтық махинация жасап, соның басшысы, биржаның басшысы, FTX биржасының басшысы Сэм Бэкман-Фрид осы жылдың жақында ғана соты бітіп, 25 жыл бас бостандығынан айырылды. Сондықтан сіздерді алдын ала ескертіп қоюға дұрыс деп есептеймін. Енді жаңа графикті көрген болсаңыздар, басында ол $1 да жетпеген болатын, одан кейін ол $100 болды, $1000 болды, қазір $60 мың доллардың үстіне шығып кетті. Бұл қалай пайда болады десеңіз, баға тек сұраныс пен ұсыныстың қатынасы арқылы сәйкес өзгеріп отырады. Яғни бұл өйткені бұл рынок, бұл нарық айналымдағы биткоиндардың санының шектеулігіне байланысты сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігінің арқасында пайда болады. Бағана айтып кеткендей, сіз биткоинді сатып алу үшін бағана әртүрлі криптовалюталық биржалардан алсаңыз болады. Болмаса, биыл қыстан бастап Америкалық қаржы институты үкіметімен бірге отырып биткоиндармен сауда жасайтын 10-нан аса ETF-ке нарыққа шығуға рұқсатын берді. Содан бастап 10-нан аса ETF қазіргі кезде биткоиндарды нарықтан сатып алып, инвесторларға үлесін беріп отыр. Сол ETF сатып алған адамдарға. Сонымен қатар одан ертерек шыққан BITO деген фьючерстік ETF бар. Сол ETF-тің біздің Kase Global'дағы тикері BITO. Соны сатып алған кезде және үстінен пайда көріп жатсаңыз, одан салық төлемейсіз. Соны сіздерге алдыға ескертіп қойын деген. Яғни басқа жаңа 11 ETF-ке қарағанда осы BITO-ны алып жатсаңыз, одан дивиденд алуға мүмкіндігіңіз бар, және сонымен қатар сатқан кезде салық төлемейсіз. Сол жағында ескертіп қойсаңыздар болады. Және бір ескертетін жағдайым, бұл салада алаяқтар өте көп. Сол үшін тек сенімді ұйымдармен ғана жұмыс жасаңыздар. Егер видео ұнаса, лайк басып, подписка жасап, қоңырауды басуды сұраймын. Себебі солай, қазақша контенттің көбеюіне және өз отандастарымызға финанстық сауаттылықты дәріптеуге мүмкіндік пайда болады.